Сәлем. Бүгін сабағымыз бастаймыз. Бүгін жалпы мынау лендинг пейджге тоқталдық. Сол туралы әңгіме қыламыз. Жалпы лендинг пейдж дегеніміз мынау бір беттік сайттар. Осы лендинг пейдж бұл негізінде мынау екі нәрсеге қажет. Бірінші тауар сатуға, екінші услуга көрсетуге. Осы екі нәрсеге арналып шығарылған лендинг пейдж. Тауар сатуды жеңілдету үшін және услуга көрсетуді клиенттерге материал мәлімет алуға қолайлы болу үшін осы лендинг пейджді шығарған. Жалпы лендинг пейдждер WordPress-те WordPress-ке арналған темалар өте көп. Интернетте іздеп отырсаңыздар, лендинг пейдждер қазір өте көп, именно мына WordPress-ке арналған. Мысалға, қазір мына Google-да ашып көреміз. Осы жерден ағылшынша іздейміз. Landing page WordPress дейміз. Themes, free themes. Осылай жасақ бізге нәтижелер шығады. Мысалыға мынау бірінші керек. Free landing page WordPress themes and templates 2016 дейді. Мысалға Business World Negimo Live Demo. Demo версиясын көрейік қандай екен. Ашыла берсін. Мына қарап отырсаңыздар, мына осылай көп. Так, мынаны да көруге болады. 30 дейді. Parallax One деген бұл да landing page. Demo. Live demo көреміз. Ашыла берсін. Науда мысалға. Бұл да landing page тегін. Ол бірінші слайд-шоу бар екен. Мынау жаңағы екінші. Былай тұрады, мысалға. Our services астына барады. Team, команда, testimonials, contact. Жаңағы. Бірақ біздің
Бүгін қарастыратынымыз мынау тема болады. Мынандай слайд-шоу. Яқта жаңағы about біз туралы, work. Бұл енді жаңағы услуга көрсететін landing page. Бірақ бұны ішін өзгертіп, тауар сататын қылуға болады. Мысалы, services услуги, journal, блоктан, contact page. Мына осындай болады. Мына жерде картасы бар, Google. Енді жаңа сорттайды, branding, marketing, media, print десе мына осы нелер шыға береді. Жаңа сөздер, жаңа не командалары. Осы теманы біз жасауымыз керек. Енді осы теманы алу үшін әдеттегідей Mafia ShareNet сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін мына search'ке жазамыз Patty деп. Мына бізге мынандай тема шығады. Осыны көшіріп аламыз. Үстіне басамыз. Астына түссек, мына Now download деп тұр. Осы ссылканы көшіріп аламыз. Copy. Жаңа вкладка ашып, бұяқа ссылканы қоямыз, Enter'ді басамыз. Так, на Unlocker бұяқа өшіресінен. Так, мына осы ашылғаннан кейін мынау Download now деген басасыз. Бұлай шығады. Соны өзіңізді сақтап аласыз. Так, мен бұны өзіме сақтаймын жаңағын. Көшіріп бола берсін. Мынау да әдемі екен. Осын көшіп болғаннан кейін жаңағы серверді нені ашамыз. Әдеттегідей хампта папка ашамыз, өзіміз қазір оған landing page дейміз. Өзімнен кірем. Docs неға папка создау дейтім. Landing дейм. Так, еттім. Жаңа WordPress-ін соңғы версиясын көшіріп олайын одан кейін. WordPress org сайтына кірем, официальный. Так, осы жерден доступен на русский таңдап аламын. Так, 4.4.2 екен жаңасы. Осыны көшіріп аламын. Так, save. Көшіп болды. Так, WordPress болған жоқ екен. Ашам. Копировать.
жаңа жерге барам. Шешіп алам. Сөйтіп жазылам. Ішіне кірем. Алат көшіріп алам. Қазір мен жаңа локальный серверде жасап отырмын. Так, көшіріп алдым. Енді ана запускать еттім. Енді базадан құрамыз. Старт. Так, бірінші базадан құрайық. PHP my admin. Бұл жерде так database деген базадан. Так, имя landing ислам қалауыңызға байланысты. Создать. Так, енді привилегий. Добавить пользователя. Хостинг бізге локальный. Пароль. Подтверждение пароля. Так, нам отметить все. Все. Вперед. Так, создавать етілі база данных. Енді жаңа localhost landing. Так, вперед. Так, имя базы данных. Имя пользователя. Отправить. Запустить установку. Так, не видно название сайта. Landing page. Разрешить использование слова пароля. Ваш email. gmail.com. Так, установить WordPress. Так, войти. Заполнить меня дейді. Так, енді жаңағы теманы қосамыз. Көшіріп аламын. Патти деген. Бұны көшіріп аламыз. Копировать. Так, мына қоя тұрайын.
Так, мынаны аша береміз. Яқа кетіпті. Так, анау мына ішіне кетіп қалды. Бұл жақтан шығарып аламыз. Так, мына ішіне кіреміз. Бізге мынау керек. Патти бірдей жетіледі. Demo контент. Так, бұл емес бізге қазір. Мынау керек. Осын қазір қосамыз. Так, внешний вид. Темы. Добавить новую. Так, загрузить тему. Browse деген обзор. Так, жаңа Patti theme. Мынау керек. Patti zip. Установить. Так, Bytes in онлайн. Вы уверены, что хотите сделать? Попробуйте еще раз здесь. Так, осындай жағдайда бұны бұлай қолмен орната саламыз. Мынаны көшіріп аламыз мына теманы. Ішемізде жаңағы өзіміздің немізге кіреміз, файлымызға, хампқа. htdocs landing. Не жерде мына open content деген бар. Themes'ға кіреміз де, осы жерге жаңағы қоямыз, ставить етеміз, сөйтеміз де ашамыз. Мынаны өшіріп жазыламыз. Так, енді ана жақты көреміз. Темаға кіреміз. Мына тема бізде пайда болды мына жақта. Қолдан қоса салдық та. Мына жақта тұрмын. Жаңа жоқ еді. Енді осыны активировать ете саламыз. Енді осы жерде қосқаннан кейін барып, мына керек плагин бар, соны қос дейді. Осыны үстен басамыз, қосамыз. Мына плагиндердің бәрін қосамыз. Так, install бірінші. Осы плагиндер болмаса, бұл тема жөнді жұмыс. Осы істемейді. Жұмыс жасай алмаймыз оны. Активировать етеміз. Кешіресіздер, сәл тымауырақ бірім. Так, енді мынаны қосамыз. Артқа қайтамыз. Бұны activate. Contact form жетім алсамыз. Так, успешно установлен дейді. Артқа қайтамыз.
Sound Activate. Так, мынау Envato WordPress дейді, осыны қосамыз. Return. Activate. Так, мына Revolution слайды қосамыз. Install. Activate. Sidebar қосамыз. Install. Return to required plugins. Install. Activate. Так, енді мына біреу қалды. Install. Return. Артқа қайтамыз. Activate. Қостық. Так, енді мұны мынау нем бар қосылды. Жаңағы плагиндер. Енді мынақа жаңағы неге ораламыз. Папкамызға. Осы жерде demo content деген бар. Demo content мына сайт қарап отырсақ. Қазір ашылсын. Мына жерде мынаның бәрін біз тартуымыз керек. Бұны қалай аштым мен? Бұны былай аштым. Жаңа біз паттиден, мафия шерден көшіріп алдық қой мені. Осы жерде мына demo URL деген бар. Осыны көшіріп аласыз. Соны жаңа не ашып қойып интернет басамыз. Мұны осы жерде бұл негізінде $44 болады. Так, live preview басасыз. Жаңағы не ашылады. Мына осылай ашылады. Так, мына істейсің. Мыналарды біз өзіміз көшіріп аламызға болады. Так, енді соған көшейік. Demo content деп тұр, осыған кіреміз. Slider set. Мына жаңа слайдерге керек. File set. Documentation. Документациясы бар. Documentation-ға кірсек болады. Білмеген сұрақтарыңыз осы жерден біліп аласыздар.
жаңа бұл жерде нені айтады, қалай қосу керек екенін. Plugins using demo content мына осы жерде айтады. Ол үшін жаңағы жерге кіреміз да, панель управления консольға. Так, осы жерде инструменты, импорт басамыз. Осы жерде WordPress деген таңдаймыз. Установить дейміз. Так, активировать плагин и запустить импорт деген жазамыз. Осы жерде қазір мынаны загружать етеміз. Так, мынау жаңағы неміз, темамыз ғой. Так, осы жерде мынаған кірдік қой. Осы жерде demo content, біз мынаны алуымыз керек қазір. Осыны қазір ана жаққа тартамыз. Browse деген басамыз. Demo content Patty all деген басамыз да, открыть дейміз. Сөйтіп загрузить и импортировать файл деген басамыз. Осы жерде так, мына жерде жаңа өзіңіз таңдайсыз, кім и скачать и импортировать файл вложение дегенге бітіш қоямыз. Жерімізді отправить дейміз. Күтеміз. Так, неғып жоқ болып бұтты.
Енді жаңа видеолар бар. Мына жерде біз дұрыс таңдамады ғой. XML files. Так. Біз мынаны таңдайды екенбіз ғой, ананы емес. Так, мына жерде browse басамыз. XML деген таңдаймыз. XML. Кешіріңіздер. Открыть. Импортировать. Енді кетті. Мынаны плеш қоямыз, отправить. Болғаннан кейін все готово дейді, наслаждайтесь дейді. Ана қостық. Так, енді біз жаңағы слайдерді шығаруымыз керек. Қазір мысалға неге кіретін болсақ, сайтымызға. Closed landing. Бізде пока мынандай ештеңе жоқ. Біз енді жаңағы лендинг пейджі келтіруіміз керек. Енді біз жаңа консольға ораламыз да, документ бойынша меню создавать етеміз. Work sections. Так, мына внешний видке кіреміз. Меню. Так, бізде мынандай менюлар бар екен. Так, мына біреу керек емес. Екеуден не алып. Бір-біреуден қалдырамыз, қалғанын өшіртпейміз. Journal. Так, осында main меню қоямыз, сохранить.
енді не өзгеріс болды екен? Шықты меню. Енді жаңағы нені тартуымыз керек. Бұл жерде так homepage, blog page. Неге кіреміз? Мынау инструмент, мынау настройки, чтение кіреміз. Так, статический, мне это главная страница homepage, записке blog page қоямыз. Сохранить. Мына кіреміз, обновить. Так, слайд-шоудан басқасы түсті. Так, вырастет. Түсті, енді слайд-шоуды загружать етеміз. Енді жаңағы нені не аламыз? Revolution слайдер жүктейміз. Ол үшін маған кіреміз. Осы жерде импортировать слайдер деген бар. Осын басамыз. Так, енді бұл жерде біз жаңа папкадегі так, demo content sliders деп тұр, осыған кіреміз. Осы жерде так, full screen image slider, full screen video slider, full with image slider дейді. Так, бізге видеоны да тартуға болады, мынаны да тартуға болады. Қазір видеоны тартып көрейік онда, қандай болады. Так, browse sliders video открыть, импортировать слайдер. Так, етілді. Енді жаңағы неге кіреміз? Страницаға кіреміз. Так, өшет home, мынаны өшет білесіңдер, кереміз. Так, home page'ға кіреміз. Осы жерде мынау жаңағы біздің файлдарымыз. Осы жерде өзгертеміз мына home page. Так, біз пока мынау нені қойық меха. Revolution slider. Осы жерде жаңа видеоны қосып соң қоямыз. Так, видео, full screen video slider дейді. Save. Так, обновить. Так, мына жақта не өзгеріс болды, кіреміз. Так, мына жаңа видео түріндегі
слайдер. Так, бұл онша қызық емес екен. Біз анаусын қосайық. Жаңағы full screen фото деген қосайық. Так, revolution slider. Импортировать слайдер. Мына жерде таңдамапты. Browse. Так, назад. Так, импортировать слайдер. Browse. Так, image слайдер. Открыть. Импортировать. Успешно перенаправлен. Жаңағы неге кіреміз? Страницы. На homepage. Басамыз, жаңағы видео емес, суретті қоямыз. Full screen емес, бізге full image слайдерді қоямыз, save дейміз. Обновить. Так, мынаны жаңартамыз. Міне, біздің жаңағы суретіміз келді. Астына түсек, жаңағы нелер, сурет, лог, маркетинг, медиа, фотографи, сервис, блог, Twitter жақта. Так, testimonials. Жаңа контакт нелер. Карта. Осылай мұны бәрін жүктеп алдық. Демо контентті осылай жүктеп алуға болады, тартып алуға. Негізінде көп жаңағы темаларда бұнда демо контент болмайды, бірақ мынау кейбір нелерде болады. Осылай тартып аламыз.
Енді келесі сабақта мына слайд-шоуды жаңа суреттерін қалай ауыстырамыз, жазуларын қалай ауыстырамыз, және мына сөздерді қайта ауыстырамыз менюді. Мысалы контакт десек бастан кетеді. Так, about. Мына жерде біз мынау ссылкаларын ауыстырып шығуымыз керек. Мына бүйтіп басқан кезде астына түсу үшін ссылкаларды ауыстыруымыз керек. В общем, келесі сабақта мына ішіндегілердің бәрін қалай ауыстырамыз, суреттердің бәрін мынау басқан кезде астына түсетін қылып қалай не аламыз, соның бәрін көрсетемін. Мынаның бәрін қалай ауыстырамыз, мысалға. Тағы да дополнительный нәрселерді қалай қосамыз. Мысалы бір слайд-шоу ма бірдеңе хабарға байланысты. Мына видеоны қайта ауыстырамыз. Бәрін келесі тағы бір сабақ, полный сабақ соған байланысты болады. Пока әзірге осының бәрін қалай қосатынын, демо контент қалай жүктейтінін бәрін жасап болыңыздар. Ертең қалғанын жіберемін. Онда осы жерден қоштасамыз.